Нұрбек бүгін де үйіне түнге жақын келді. Жұмыстан шыға сала досының кафесіне кіріп ішу оның әдетіне айналды. Сайтан суды ұрттап алмайтын жігіт күн өткен сайын түбіне түсіп барады. Аяғын шешпестен ас бөлмеге кірді де тоңазытқышты ашты. Кешегіден қалған бөтелкенің жартысы тұр екен. Көзіне одан басқа ештеңе де көрінбеді. Стаканға құйды да көзіне тарс жұмып тартып салды. Сүйген қызымен болған жағдайдан кейін Нұрбек өзін тым тастап жіберді. Бәрі де бұлай басталған еді. Нұрбек жетім өскен бала. Балалар үйінде тәрбиеленіп жүргенде ғаламтор арқылы Жанармен танысты. Жігіт одан жетім екенін жасырмады. Қыз үшін де ол маңызды емес еді. Ең бастысы Нұрбектің жаман адам еместігін білді. Жанар оңаша қалғанда Нұрбек туралы шет жағасын анасына айтып көрді. Қызым-ау, енді жетімге тимекпісің? Ағайын не дейді, достарың не дейді ертең? Бізге де құдағи болар адамдар керек. Той, мам, мен оны сүйем, кім не айтса да қызық емес. Анасы тағы бірдеңе десе, қызымен сөзге келіп қалатынын білді. Бұл тақырып осымен әзірге жабылды. Қызының бұл жаңалығы анасына ұнамады. Әкесі естісе не боларын елестетудің өзі қиын. Құдайым-ау, осынша жыл бетін қақпай өсірген қыздары жетімге жар болмақ па? Жоқ, анасы тірі тұрғанда олай болмайды. Жалғыз қызын іздеуі жоқ біреуге бере салып, ел жұрттың табасына тапталғысы келмейді. Не де болса, күйеуіне айтуға тиіс. Бұл жаңалық Жанардың әкесін қатты ашуландырды. Үстелді тарс еткізіп жұдырықпен бір ұрды да, ол қыз есінен адасқан шығар. Соның болашағы деп мен мұндай күні-түні тыным таппай жүрмін. Ауыл қайдағы бір жетімге шығып беріп отыр. Бұл айқайды Жанар да естіді. Әкесінің бір беткей мінезін біледі. Ешқашан екі сөйлеген емес. Қазір келіспесе, ертең бұл райынан қайтпайтыны анық. Бұл уақытта Нұрбек пен Жанардың сезімдері күннен күнге оянып, бір-біріне бауыр басып та қалған еді. Нұрбек пәтер мәселесінің шешісімен екеуі үйленетін болып ниеттеніп те қойған. Жанардың әке-шешесінің қарсы екенін ол білген жоқ. Жанар да жасырып жүре берді. Мүмкін көріп тілдессе ұнап кетер деген үмітпен Нұрбекті үйіне шақыруды ойлады. Ол ойын кешкі ас үстінде әке-шешесіне айтты. Немене? Енді сол жетіміңді үйге әкемексің бе? Болды, жетер. Енді кездессең айтпады деме, ол детдомскийіңнің аяғын аспаннан келтіремін. Әкесін оның жетімдігінен бұрын жалғыз қызына үйленсе, қызының атына әперіп қойған пәтері мен екі жердің сол жетімге бұйырып кететіні қатты алаңдатты. Екеуінің арасындағы шынайы сезім оның ойына да кіріп шықпады. Жанардың әке-шешесінің қарсылығы шындап тығырыққа тіреді. Нұрбекке айтуы тиіс. Бұдан әрі бұл жараны жүрегінде сақтай алмайды. Нұрбек, бірдеңе айтуым керек саған. Менің әке-шешем сенімен кездесуіме қарсы. Енді білсе, әкем екеумізді де оңдырмайды. Үйлену туралы тіпті ауыз аштырмады. Жанар мұңая отырып, үйінде болған ұрысты, әкесінің жетімге қыз бермейміз дегенін жігітіне жайып салды. Нұрбекке мұны есту оңайға соқпады. Отырған жерінде үнсіз отырып қалды. Бұл кездесу екі ғашықтың көңілсіз аяқталды. Әр кездесуден кейін үйіне сондай бір қуанышпен оралатын Нұрбек сол күні барғысы келген жоқ. Арада бір апта өткенде Жанардың үйінде ұзату тойының сыбысы шықты. Жалғыз қыздарының өмірінде бір-ақ рет болатын қуанышын ең әсем тойханада өткізбекші. Бәрі де керемет болар еді, егер Жанарды ұзатқалы жатқан жігіттің орнында Нұрбек болғанда.
Жанардың әкесі бірдеңе бүлінбей тұрғанда қызын өзінің бизнестегі серіктесінің ұлына беруді шешіпті. Екі жақ келісіп те қойған. Бұл хабар Жанардың төбесінен жай түскендей әсер етті. Бірақ қатал әкенің қаһарынан қаймыққан қыз қарсы келе алмады. Амалсыз көндікті. Нұрбекке соңғы рет хабарлама жіберді де нөмірін ауыстырып тастады. Сол нөмірмен Нұрбектің Жанардың өміріндегі орны да ауысты. Сүйіктісінен келген хабарлама жігіттің жүрегіне пышақтай қадалды. Оқып отырып тұла бойы бір ысып, бір мұздап сала берді. Біздің бір бола алмайтынымызға көзім жетті. Қарсылық көп. Қандай кедергі болса да жеңуге дайын едім. Бірақ ата-анамның қарсылығының алдында әлсізбін. Олардың ризашылығын алмай, біз бәрібір бақытты бола алмас едік. 2 күннен кейін мені ұзатқалы жатыр. Кешір мені, шын сүйсең кешір. Таңертең тұрған Нұрбек Жанардың ескі нөмірін терді. Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Күніне 100 рет тереді, бірақ еститіні осы бір жауап. Жанарды өзгенің құшағында елестете алар емес. Неге ғана солай беріле салдың? Неге күреспедің? Сені сөзсіз бақытты қылар едім, сөзсіз. Осы бір ащы өкініш 6 айдан бері Нұрбектің жанын тырмалап келеді. Айналып келгенде бар ашуын ащы судан алады. Досы да, сырласы да жұтқыншақты жырып өтер осы бір ащы су.